Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен гороховый крем суп жасайтын боламыз. Ең алдымен еттің көбігін алып, осылайша дайындап алатын боламыз. Содан кейін жуа қосып, бір қайнатып аламыз. Одан кейін жуылған горохымызды қосып, етпен бірге пісетіндей қылып, езіліп пісу үшін алдын ала осылайша салатын боламыз. Барлығын бір қайнатып алғаннан кейін осылайша специя салатын боламыз. Мен тұз салған жоқпын, себебі тұзды ет салған болатын алдын ала. Барлығын осылайша қосып қайнататын боламыз. Одан кейін сәбізін қайнатып, тағы да бір пісіріп аламыз. Бұл жерде менде қызыл перец, оны да қосамыз. Көріп тұрсаңыздар, горохтың өзінің көбігі шығады, оны алудың қажет жоқ, өйткені ол өзі кетіп қалады. Бұл еттің көбігі емес. Ең соңынан картошканы пісіретін боламыз. Барлығын осылайша жақсылап пісіріп алғаннан кейін етін бөлек ыдысқа бөліп алып аламыз, өйткені сәбіз, картошка, перец барлығын блендерден осылайша өткізіп аламыз. Сол кезде керемет біркелкі консистенция шығатын болады. Бұны сіздің кішкентай балаларыңыз да, кішкентай бөбелеріңіз болса, оларға да беруге өте керемет тамақ. Әсіресе сәбіз, картошка жемейтін балаларға өте жақсы. Сосын осындай көк жуа болса, көк жуамен және де лимон қоссаңыздар болады.